Қадамбаев Тоқтарбай Қадамбайұлы, мемлекет қайраткері, экономика ғылымдарының кандидаты, халықаралық ақпараттандыру академиясының корреспондент мүшесі. 1944 жылдың 13 шілдесінде Қостанай облысының Қостанай ауданындағы Ақсу ауылында дүниеге келді. 1980 жылы Қостанай ауыл шаруашылығы институтының зооинженерлік факультетін, 1985 жылы Алматы жоғары партия мектебін, 1996 жылы Қостанай мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген. 1963 жылдың қыркүйегінен Таран ауданындағы Ақтөбе ауылының бастауыш мектебінде мұғалім болған. 1966-1975 жылдары Аманқарағай кеңшары, Викторов кеңшары комсомол ұйымдарының хатшысы, Қайранкөл кеңшарында жұмысшылар комитетінің төрағасы, Колос кеңшарында партия комитетінің хатшысы. 1995-1998 жылдары Қостанай облысының әкімі. 1999 жылдың сәуірінен тамыз айына дейін Қазақстан Республикасының табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау бойынша Қостанай облыстық комитетінің төрағасы. 2000-2005 жылдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулар агенттігі төрағасының орынбасары. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қостанай облыстық қаржылық бақылау және мемлекеттік сатып алу басқармасының бастығы. 2007 жылы Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты болып сайланды. Тоқтарбай Қадамбайұлы Қадамбаев 2 рет құрмет белгісі орденімен, құрмет орденімен, парасат орденімен, Қазақстан Конституциясына 10 жыл және де басқа медальдармен марапатталған.